Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін өте дәмді болып шығатын шоколадты пирог пен оның бетіндегі кремнің жасалу жолын көрсетемін. Ауызда еритіндей өте дәмді болып шығады. Жасап көріңіздер дегім келеді. Арнама тіркелмеген болсаңыз, тіркеліп қоңыраушаны басуды ұмытпаңыздар. Ең алдымен құрғақ ыдысқа 2 жұмыртқаны салып, үстіне шай ішетін ыдыспен пиаламен толтырмай 1 пиала қантты салып, жақсылап ағарғанша көпіртіп алуымыз қажет болады. Содан соң үстіне жарты кеседен сәл асырып, майды, сосын айранды, сонша мөлшердегі айранды құйып, тағда миксерлеп алатын боламыз. Келесі кезекте ұнды салу керек болады. Міндетті түрде електен өткізіп, 1,5 кесе, яғни пиаламен електен өткізіп салып аласыздар. Оның үстінен 20 грамм какаоны салып, електен өткізіп салсаңыздар да болады. Сосын қопсытқышты салып аламыз. 1 шай қасық, яғни 1 шай қасықпен толтырып салсаңыздар жеткілікті. Барлығы бір консистенцияға келгенше араластырып миксермен, содан кейін тоқтатып формамызға құямыз. Осындай консистенцияда болу керек. Содан соң форманы құямыз. Мендегі форма 25-35. Содан кейін оны 180 градуста 20-25 минутта пісіріп аламыз. Осымен біздің пирог пісіп шықты. Содан соң бетін осылай алып тастасаңыздар, қазір сүтпен пропитка жасаған кезде одан сайын жұмсақ болып, тортымыз ауызда еритіндей болып шығады. Мен пропитка қантты қосып пропитка жасап алдым. Сосын барлығы жеріне жеткізіп, осылай ас үй четкасының көмегімен жағып алдым. Содан соң крем дайындауға кірісеміз. Творожный сырдың үстіне 1 пиала қантты салсаңыздар, немесе қант ұнтағын салсаңыздар да болады. Жақсылап миксерлеп алғаннан кейін осындай көлемге кремнің халіне жеткеннен кейін 4 ас қасықпен қаймақты салсаңыздар болады. 4-5 ас қасық салуға болады. Жақсылап миксерлеп алғаннан кейін біздің крем дайын болады. 3-4 минуттың көлемінде қаймақты салған соң араластырып аласыздар. Енді біздің кремді торттың бетіне, пирогтың бетіне салып, тегістеп алуымыз қажет болады. Видеода көріп тұрғандарыңыздай лопаткамен немесе торттың бетін тегістейтін арнайы осындай құралмен тегістеп аласыздар. Содан соң өздеріңіздің фантазияларыңызға қарай сәндейсіздер. Крем жақып болып тегістегеннен кейін жарты сағат көлемінде холодильникке, яғни тоңазытқышқа салып қойсаңыздар, кремі сіңіп, қатып, жақсы болып шығады. Содан соң мен осылай барлығын бірдей көлемде кесіп алып, содан соң бетіне қазір пісіп жатқан шиемен сәндеп қойдым. Жасап жатсаңыздар ас болсын. Арнама тіркелуді ұмытпаңыздар. Өте керемет пирог болып шығады. Жасап көріңіздер дегім келеді. Массаны кішкене көбейтіп, әсел харлем печкаларымен пісірсеңіздер де болады. Жасап жатсаңыздар ас болсын. Арнама тіркелуді, лайк басуды, коммент қалдыруды ұмытпаңыздар.